Бүгінгі үш тұғырлы тіл заман талабатты апталықтың ашылуына қош келдіңіздер. Тіл халықтың жаны, сәні, адамды мұратқа жеткізетін құрал. Елбасы Қазақстан халқына жолдауында Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық тіл, ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі делінген. Тек қазақ жұрты ғана емес, барша қазақстандықтар осы үш тілді өзара ұштастырып, өз орнымен қолдана білулері қажет. Сондықтан бүгін осы тілдер жайлы айтпақпыз. Ана тілі, қымбат маған ана тілім, бал тілім, қымбат маған дана тілім, ар тілім. Ақ сүтпенен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақты алтыным. Ана тілде талай жандар жырлаған, жырлап өткен Ыбырай мен Абайдан. Қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі алаулаған арайлар. Өлең жырым арайланса тау күліп, ардақтымды жырлап өтем ән қалып, Мағжан, Қасым, Мұқағали жырларын жалғастырып жаза берем мәңгі. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пыли дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болып әлемге шар салып, дүбірлі кезеңде қазақ ұлтының жанына сүйек, рухына тіреу болатын басты мәселенің бірі осы тіл. Мемлекетті тіл мәртебесіне ие болған қазақ тілі ұлттық руханиятымыздың өзегі. Қазіргі кезде қазақ тілін дамыту, оқытудың деңгейін арттыру мәселесі көтеріліп, осы орайда түрлі шара атқарылып жатқаны баршамызға аян. 90 сөздің тобықтай тілмен айтқанда, елбасымыз атап көрсеткендей, дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған, өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі байырғы, мәңгі жаз, отты да ойнақы ана тіліміз мәңгі жасасын. Халық арасында қызу талқыға түскен негізгі мәселе үш тұғырлы тіл. Көп тілді меңгеру жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуға мүмкіндік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік болып отыр. Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, саясаттың, жалпы бәсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгіде жаһандану кезеңінде үш тілді білу қажет. Әсіресе өскелең ұрпақтың жастар алдында бірнеше тіл меңгеру міндеті тұр.
Олай болса, бүгінгі Қазақстан азаматтарының парызы өзге тілді меңгеріп, мемлекеттік тілді құрметтеу деп білеміз. Много языков значит иметь много ключей к одному замку. Вольтер, французский философ, просветитель. В Республике Казахстан языковая политика берет свое начало с 2007 года, когда в послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». Именно этот момент можно обозначить как оправданную точку новой языковой политики независимого Казахстана, которая сегодня может служить примером для других стран мира по степени популярности в обществе и уровню своей эффективности. Выделение именно казахского, русского и английского языков в качестве приоритетных объясняется следующими словами президента. Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется 3 языками. Это казахский язык, государственный язык, русский язык, как язык международного общения, и английский язык, язык успешной интеграции в глобальную экономику. Язык – это история народа, язык – это путь, цивилизации и культуры. Потому-то изучение и сбережение русского языка не является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. Так говорил о родном языке Куприн. Ана тілім жүрек ісің анамның. Жүрек ана, мен өзімнен жаралтым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз маған керегі жоқ қаламның. Сенің арқаң қамып ішсем тұнықтан. Сенің арқаң дүниеден сырықсам. Анашымды ұмытқаным елеспе. Ана тілім, егер сені ұмытсам. Сенің әрбір тынышыңнан күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем. Родной язык. Он с детства мне знаком. На нем впервые я сказала «мама». На нем клялась я верности упрямо, и каждый вздох понятен мне на нем. Родной язык. Он дорог мне, он мой. На нем ветра в предгорьях наших свищет. На нем впервые довелось услышать не лепет птиц зеленой весной. Но как родной, люблю язык я русский. Он нужен мне, как небо, каждый миг. На нем живые, трепетные чувства открылись мне. My language. Oh, friend unseen, unburned, unknown, student of sweet English tongue, without my words at night alone. I was a poet, I was a young. Since I can never see your face and never shake you by the hand, I send my soul through time and space to greet you. You will understand. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузына түстім ұртым. Жақсы менен жаманды айырмадым. Бір қан, бір май боп еңді күртім. Бергенде шырайым сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сарша сыртым. Оқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді. Аузына орақ ұрған өңкей қыртым. Өзімдікі дей алмай өз малымды. Күндіз күлкің бұзылды. Түнде ұйқым, көрсе қызар келеді байлау шоқ. Бір күн тұртың етеді, бір күн бұртың. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілімнен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сүрмесем, өстермедім. Адамның бір қызығы, бала деген, баламды оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдіп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көледім. Қазаққа, қара сөзге дес бермедім. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмартпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойың етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңып керме. Жүрегіне сүңгіде түбін ойлан, сонан тапқан шын асыл тастай көрме.